Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін тауық еті және саңырауқұлақ қосылған керемет пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Арнама тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен пирогымыздың тестасын дайындап аламыз. Ол үшін електен өткен ұнымызға бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, крошка жасаймыз. Енді бөлек ыдысымыздағы қаймағымызға ас содасын, разрыхлитель және тұз қосып, өзара араластырып, крошкамыздың үстіне қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын қамырымызды салафанға салып, 15-20 минутқа холодильникке демалдырып қоямыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Ол үшін табамыздағы қызып тұрған майымызға тауық етін жақсылап қуырамыз. Үстіне ұсақтап туралған пияз және татымына қарай кішкене тұз салып, тағы да қуырамыз. Консервадағы саңырауқұлақтарымызды қосып, 5 минут көлемінде тағы да жақсылап қуырып аламыз. Енді сливочный заливка дайындаймыз. Ол үшін сливке қажет болады. Сливкидің 20%-ығы жарайды. Үстіне 2 жұмыртқа қосып, 150 грамм үкіштен өткен сырымызды қосып, блендермен жақсылап араластырамыз. Мен моцарелла сырын қолдандым. Дайын араласқан қоспамыздың үстіне осындай базилик және орегано деген дәмдеуіштер қосып, жақсылап араластырамыз. Холодильниктен қамырымызды шығарып, жаямыз. Енді формамызға орналастырып, шетіне бортик дайындаймыз. Дайын қамырымыздың үстіне бірінші начинкамызды саламыз. Бір тегіс орналасу қажет. Үстіне сливочный заливкамызды құйып, алдын ала қыздырылған 180 градус пеште 35-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Бетін көк шөптермен, қалаған нәрселеріңізбен әсемдесеңіздер болады. Мен черри помидорын қойып шықтым. Міне керемет пирогымыз пісіп шықты. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Айнұр. Қош сау болыңыздар.